Қайырлы күн балалар, бүгін бізде математика сабағы 2-ші сынып 57-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сандар жиынын құру және жіктеу. Бірінші есеп, сандардан құрылған жиындарды қарастыру. Бізде К жиыны және Е жиыны берілген. К жиынына 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны, Е жиынына бір таңбалы сандар жиыны жатады екен. К жиынына тиісті және тиісті емес элементтерді ата. Бізге 5, 3, 7, 2 және 0 цифрлары берілген. Яғни бұл цифрлар К жиынына тиісті ма, тиісті емес пе таңбаларын пайдаланып, оларды жазу керек. Яғни 5 бізде К жиынына тиісті емес, 3 К жиынына тиісті, 7 К жиынына тиісті емес, 2 К жиынына тиісті, 0 К жиынына тиісті. Енді келесі Е жиынына тиісті 4 сан жаз дейді. Яғни олар бір таңбалы сандар болу керек. 5 бізде Е жиынына тиісті, 3 Е жиынына тиісті, 7 Е жиынына тиісті, 2 Е жиынына тиісті екен. Берілген анықтаманы оқып есте сақтаймыз. Сандар жиыны дегеніміз элементтері сандар болатын жиын. Екінші есеп, С жиынының диаграммасына қара. С жиынына тиісті және тиісті емес сандарды ата, оларды жаз. Яғни берілген шеңбердің ішіндегі сандар ол С жиынына тиісті элементтер, шеңбердің сыртындағылар ол С жиынына тиісті емес сандар. Яғни бірінші тиісті емес сандар жазайық. 8, 1000, 90 және 45 С жиынына тиісті емес. С жиынына тиісті сандар 400, 200, 600, 800 сандары С жиынына тиісті екен. Үшінші есеп, диаграммаларды салыстыр. Не байқадың? М және К жиындарын қалай атауға болады? Осы екі жиынның элементтерін жиындарға бөл. Яғни М жиынның 2 және 3 таңбалы сандар жиыны деп атауға болады. К жиынның 2 және 1 таңбалы сандар жиыны деп атауға болады. Енді оларды 3 жиынға бөлетін болсақ, М жиыны 100-дік сандар жиыны 700, 900. К жиыны 2 таңбалы сандар жиыны 20, 40, 25, 62, 47. С жиыны 1 таңбалы сандар жиыны 1, 3 деп және 5 деп бөлуге болады. Төртінші есеп, Т жиынына 13-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны. О 15-тен кем 2 таңбалы сандар жиыны. Осы екі жиынға да тиісті элементтерді жаз. Т жиынына тиісті элементтерді жаз. Т жиынына тиісті емес 2 элементті жаз дейді. Енді бізде Т жиынына 13-тен кем 2 таңбалы сандар, ол 12, 11, 10 элементтері жатады. О жиынына 15-тен кем 2 таңбалы сандар, ол 14, 13, 12, 11, 10 элементтері жатады. Енді Т жиынына тиісті элементтерді жаздық, 12, 11, 10. Енді Т жиынына тиісті емес, бізде 13, 14 элементтері тиісті емес. Екі жиынға да тиісті элементтер ол 12, 11, 10. Бесінші есеп, жиын элементтерін атау ойыны. Гүлдер жиыны қызғалдақ, раушан, бәйшешек, өзендер жиыны есіл, Ніл, Ертіс, Сырдария, құстар жиыны қарлығаш, торғай, сауысқан, таулар жиыны Алатау, Алтай, Ұлытау. Алтыншы есеп, теңдеулерді шеш. 35 қосу А тең 74. Бізде қосылғыш белгісіз болса, қосындың мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз, сонда бізде 39 шығады. Келесі 87 азайту X тең 42. Бұл жерде бізде азайтқыш белгісіз болса, азайғыштан азайтамыз айырманың мәнін, бізде 45 шығады. Келесі теңдеу D азайту 72 тең 18. Бұл жерде азайғыш белгісіз, бізде ол үшін айырманың мәніне қосамыз азайтқышты, 90 шығады. Жетінші есеп, А және Б жиындарын ата. Осы екі жиынға тиісті және тиісті емес элементтерді жаз. А жиынына тиісті элементтер 80, 45, 9 және 1. Б жиынына тиісті элементтер римше 7, А, К және римше 1, 12 және Б элементтері. Осы екі жиынға тиісті емес элементтер ол Б, С, 7 және римше 10.
Ойлан, тап. 8-ші есеп. Берілген сандардың арасынан қандай екі санды алып тастағанда қалған сандардың қосындысының мәні 14-ке тең болады. Бізге 7, 9, 6, 1, 5 сандары берілген. Бұл сандардың ішінен 9 және 5 сандарын алып тастасақ, бізде қалған сандарды қосқанда 14 шығады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.